Футбол бұл өмір. Ал алтын доп арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз Поль Погба үшін кешегі күн ең нашар күн болды. Барселона қалай Эрлинг Холландты қатарларына қоспақшы. Осы және басқа да футбол ақпараттары 13-ші сектор арнасында дәл қазір арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар достар. Ал біз жаңалықтарымызды бірден бастап кетейік. Криштиану Роналду жайлы мәліметтер айта отырайық. Криштиану Роналду Аль-Шабабқа қарсы өткен ойында Роналдуға барлық жанкүйерлер Месси деп айқайлаған болатын. Сол кезде бір түрлі жест жасады, қолын төмен қаратып сілкіледі. Енді бұны Криштиану Роналдудың өзі жеңістің белгісі, соны мен нақтыладым, көрсеткім келді деді, бірақ жалпы Сауд Арабиясының футбол федерациясы бұған сенбеді, және де сол жесті үшін бір ойынға Криштиану Роналдуды ойыннан шеттетті. Сауд Арабиясы лигасынан бір ойынға шеттетті, және де $2000 көлемінде айыппұл төледі. Бұл жанкүйерлерге қаратып істегендіктен, жанкүйерлерге деген құрметсіздік, жанкүйерлерді сыйламау деп тапқан екен. Осыған байланысты Аль-Хазземге қарсы ойында Криштиану Роналду шыққан жоқ, бірақ та ол жерде Криштиану Роналдуны барлық жанкүйерлер қолдады. Ал ол жерде бәрі Роналду деп айқайлады. Роналду енді алаңға шықпаса да көңілі тоқ болған шығар. VIP орыннан бұл ойынды бақылады. Аль-Хаззем мен Аль-Наср Криштиану Роналдудың командасы, бірақ та ұпай жоғалтып алды. 4-4 деген есепті тіркеді, яғни бір ұпай ғана қоржындарына салды. Ал енді өздерінің негізгі қарсыластары Аль-Хилальдан 6 ұпайға қалып келе жатыр. Ал Аль-Хилальда тағы да ойын алмаған бір ойындары бар. Егер де оны жеңетін болса, 9 ұпайға қашықтапқа алыстап кететін болады Аль-Насрдан. Сондықтан да қазірге дейін әлі жеңілмей келе жатқан Аль-Хилальға жетіп алу, чемпиондықты жұлып алу Аль-Наср үшін қазіргі таңда қиын жағдайлардың бірі. Юлиан Наглисман деген жас бапкерлердің бірі Ньюкаслға келеді деген ақпараттар шықты. Кристиан Фальк атты инсайдердің айтуынша, Ньюкасл клубына жаңа бапкер керек, жақсы бапкер керек. Ол осы Юлиан Наглисман деп біледі. Себебі Юлиан Наглисман өзі жас болса да талай мықты ойыншылармен тәжірибесі бар. Мықты ойыншыларды баптап көрген. Дәл осындай бапкер қазіргі дамушы Ньюкаслға өте қажет болып тұрған жайы бар. Ньюкаслдың қазіргі бапкері Эдди Хауды нашар бапкер деп айта алмаймыз. Эдди Хау өзінің қолынан келгенін жасады, және де Эдди Хау жұмыссыз қалмайды. Өте білікті бапкерлердің бірі, бірақ та қазір барын салып жатқанмен де дұрыс жүрмей жатқаны белгілі. Қазіргі таңда Эдди Хауға да, Ньюкаслға да бір үзіліс керек, бір жаңашылдық керек. Сондықтан да Наглисман өте дұрыс таңдау деп айтуға болады Ньюкасл клубы үшін. Енді Кристиан Фальктың ақпаратына сенетін болсақ, осы жазда Наглисман Ньюкаслға келетін болады, және де басшылары Наглисманға сенеді, керекті ойыншыларын алып береді. Себебі Ньюкаслда ақша жетеді. Негізгі нәтижені жасап бере алса болғаны Юлиан Наглисман. Барселона жайлы бірнеше жаңалықтар бар. Барселона Nike компаниясынан бас тартып жатыр, және де Пуманың ұсынысынан да бас тартуы мүмкін. Пума 100 миллион евро жылына бере аламыз деген ұсыныс жасаған екен. Бірақ та Барселона өздерінің жеке брендін қалыптастырғысы келеді. Сол үшін үлкен компаниялармен сөйлесіп жатыр екен. Форма тігіп бере алатын. Формадан жалпы компанияларға, Nike-тарға кететін ақшалардың бәрін өздерінде қалдырғысы келеді. Осылайша трансферлерге жұмсағысы келеді осы ақшаларды. Енді Барселонаның өзінің жеке инсайдерінің айтуынша, Жерар Ромероның айтуынша, осы маусымнан кейін, яғни жазғы трансферлік терезеде Эрлинг Холландты қатарларына қосуға дайын екендерін жеткізіп жатыр. Жерар Ромероның айтуынша, Эрлинг Холландтың агенті және де Барселонаның спорттық директоры Деко кездесті, сөйлесті. Бірінші қадамдар басталды дейді. Ал енді жазғы трансферлік терезенің кезінде Эрлинг Холландтың құны, өтемақы құны 175 миллион евро болады. Бұны бір деп қойыңыз. Ендігі кезектегі әңгіме осы жазда қалайда Жоу Феликсті, Канцелоны алып қалу керек. Олар үшін де бір 100 миллиондай шамамен ақша керек екені белгілі. Атлетико Мадрид 70 миллион евродан кем сатпаймыз дейді Жоу Феликсті. Ал енді Манчестер Сити кем дегенде 30 миллион берсеңіздер деген ойда отыр Канцело үшін. Енді бұл ақшаның бәрі 100 миллионды былай қойыңыз. Эрлинг Холландқа
175 миллион евроны былай қойыңыз, қарыздарды былай қойыңыз Барселонадағы. Бұның бәрі қалай болады екен? Егерде бұның бәрін өзгерте алатын болса, бұның бәрін жасай алатын болса, Барселонаның президенті Жуана Лапортаға респект деп қоюға болады. Бірақ та мен өзім қатты сеніп тұрған жоқпын бұл ақпаратқа. Не дегенмен де енді бұл ақпаратты қателесе бермейтін Барселонаның өзінің жеке инсайдері Жерар Ромеро жеткізіп жатыр. Бұны да ескеруіміз керек. Поль Погба кешеден бері шулап жатыр. Поль Погбаға ресми шешім шықты. Поль Погба 4 жылға футболдан шеттетілді допинг қабылдағаны үшін. Бұл ресми ақпарат, достар. Енді қыста осы шешім қабылданған кезде Поль Погба қарсы болған болатын. Мен қайтадан қаралымға беремін. Мен ешқандай да допинг қабылдаған жоқпын деген еді. Сол кезде келісілген әңгімелер болатын. Егерде сен қабылдадым десең, шынымен мойындасаң, жылыңды қысқартамыз. Бәлкім 6 ай болуы мүмкін, бәлкім 1 жыл болуы мүмкін, бәлкім 2 жыл болуы мүмкін, бірақ та 4 жыл болмайды деген еді. Бірақ та Поль Погба өзі келіспеді. Жоқ, мен ешқандай да қабылдаған жоқпын, мен өзім сөзімде тұрамын, қайта қаралымға беремін деді. Қайта қаралымға берді, енді 4 жылға бірақ кетіп қалды. Енді Поль Погба 34 жасында қайтадан қайтып келеді дегенге мен өз басым сенбеймін. Қазірдің өзінде 30 жастың өзінде жарақаты өте көп болды. Баяғы футболды көрсете алмады. Жүгіруінен қарағанда отыруы көп болып кеткен еді. Сондықтан да 34 жасында келеді, қайтадан бір нәрсені тындырады дегенге сенбеймін. Поль Погбаның мансабы бітті деп айта берсек те болатын шығар. Бұл мәселеге Франция ұлттық құрамасының бапкері Дидье Дешам да жауап берді. Поль Погба өзі әдейі допинг қабылдады дегенге мен сенбеймін. Поль Погба өте талантты ойыншы. Бұндай ойыншыны ойыннан шеттетіп тастау футболға деген қастандық деп білемін. Поль Погбаның өзінің тактикасы, техникасы, соққылары, дриблингтары мүлдем ерекше. Жалпы Поль Погба ерекше футболшы. Сондықтан да мен қайтадан қаралуын сұраймын. Және де немесе осы берілген мерзімді қысқартуын сұраймын. Поль Погбаны футболдан қазірден шеттетіп тастау ол қастандық деп санаймын, деді Дидье Дешам, Франция ұлттық құрамасының бапкері. Бүгінге осы 13-ші сектор арнасымен бірге болыңыздар. Достар, қашанда біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Дәл қазір арнамызға жазылмаған болсаңыз, жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз. Бізбен бірге болыңыз. Назарларыңызға рахмет.